оттай жанып жүрегімді шоқтай қарып, әйелдерді көргенімде тормоз берем тоқтай қалып. Нәнәнәй қорқасың одан гайдей, қараңғыда ақылатын көрсет таңдай қақтыратын, ала құйын мінезімен кейде сандық сақтыратын. Нәнәнәй өсек десе оттай болып, қол тегізбе шоқтай болып жанадай. Айналып сөздеріне оңып жүресің ғой, басың жазылмай. Әйел деген міне осындай. Тоқтат. Отеке, жасың нешеде сенің? Ана аппақ басыңмен айтып жүрген әнің не сенің? Ән айтып жатырмыз ғой, қазір осындай әнмен ғана атың шығады, әйтпесе шықпайды ғой. Тоқтайды, мен айтып қойдым. Атым шығады екен деп қайдағы бір әндерді айтқанша, мына өзіміздің заманның есі дұрыс әндерін айтсайшы. Қай заман, қандай заманда айтырсың? Өзіміздің баяғы замандардың әндері бар ғой, соларды айтуға болады ғой. Мынауың неме? Шошаң еткен бір-бір. Ол ана баяғы 20-шы ғасырмен бірге кетті. Қазір ондай ән жарамайды. Айттым, осындай ән айту керек. Бұда не мағана жоқ, не мән жоқ. Осы күнгі әндерді әндеп жүрген сендер де осы. Отеке, саған не болған басқа емес. Жоқ. Қазіргі қай бір жетіскен ән бар. Бүгін ана мәшінемен келе жатырмын. Айналайын, 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 айналайын. Оны неше 90 айналайын тыңдадым. Бір бұрыштан екінші бұрышқа жетіп кетті. Сондай ән ба осы? Өзіміздің заманның әндерінде бар ғой, өзім мән де бар, мазмұн да бар, мағана да бар, үлкенді сыйлау да бар, тәрбие де бар, қызды сыйлау да бар. Тоқта, қыз сыйлаған, қай жерін сыйлағанын көріп еді? Қандай ән бар өзі? Кез келген әнін алып қалашы өзіміздің заман. Бәрінде қыз сыйлап тұр. Тоқта, қазір мен айтайын, сен тыңда, мынадай ән бар. Ескегіңді берші маған, мен есейін, сен еспе, көлім. Сыйлап тұрмыз ғой, мен есейін, сен еспе деп. Жоқ, сен тыңдасайшы, ана қыз бейшара ақтер, көктер, ескекті есіп кел жатыр. Сен ана қайықтың басында тұрып алғансың, өлең айтып отырсың. Сыйлаған сол ма? Алмайсың ба ескекті, ана бейшара өлетін болды ғой. Қай жерін сыйлағанды көріп тұрсыңдар, Отеке, біз сөйтіп еске кесіп шыныққан қыздарға үйленгенбіз ғой, отыр ғой, біздің заманның қызы. Құдайға шүкір, мына қазіргі құсап шілпиіп қалған емес. Ол заманда ден дұрыс ән жоқ. Мынадай әнді естисіз ба? Сәулем, сәулем, сәулемсің, басымдағы дәуренсің. Жақсы болсаң, сәулемсің, жаман болсаң, әуремсің. Жақсы болсаң, келерсің, судан өтіп, сәулем-ай, жаман болсаң, кетерсің, суға кетіп, сәулем-ай. Ал бұның қай жері жақсы? Әпәтемен ғой. Сонда ана жаман қыздардың бәрін суға жіберу керек пе? Мұнау осындай ән бола мен де. Аман қалғанын алып отырғанбыз ғой, содан шыққан. Суға бүкіл қыздарды жіберіп, соны не қалады? Енді қалады да бір нәрсе. Жалпы бар ғой, сол заманда өзі қыздарды суға ағызу моды болған. Қой, Отеке, сен де қайдағы моды қыз суға? Жоқ, өлең тыңдасайшы енді, өлең тыңда, Ал тыңдады. Бойында арыстың, өзіңмен таныстым, жайнаған гүлдей құрбы сен, жағада тұрдың сен. Енді әпәдемен ғой? Әпәдемен ғой. Бұның қажет, тыңдасай сен, қараш, бойында арыстың, өзіңмен таныстым дейді. Енді оңаша бойында арыстың таныстым. Міне, тоқта, міне, оңаша. Көрдің ба? Бұның бәлесің бар, оңашада кездесіп тұр ғой. Оңашада кездесіп, ешкім жоқ кезде алады да қыз суға лақтырып келіп жібереді ғой. Ал? Қыз суға ағып кетті не? Ал? Бітті. Әрман қырат тыңдасайшы. Жаз еді ол күнде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым, сыр бойын шарлады. Әне, көрдің ба? Арыстың бойынан ағып жіберген. Енді бір жерден шығып қалам еді, сырдың бойынан қарап жүр ғой. Шығып кетті, итер жібергісі келіп тұр Арман қырата. Бұның қай жері жақсы айтшы? Мен ойлап бақпын шында. Тендіріс бар ғой, бір тендіріс тергеуші кездессе, мынадан қып-қызыл криминал шығарады ғой.
ой қойшы сен де қайдағы бір адам өлтіру, адам қасақана айтпақшы бар ғой, қасақана адам өлтіру ол кезде көп болған ғой. оны қайдан білдің? Мына өлең тыңда сен, тыңда. Мына есігіңнің алдына су сеуіп қой қыздар-ай, әкең шайып жығылсын, мені қуса әлу-ай. Әй қыздар-ай, қатарымсың, теңімсің, арғын жағын айтпаймын, ішің білсін әлу-ай. енді онда тұрған не бар? Ой, мына қасақана қыз адам өлтіру ғой. Есігінің алдына су теуіп, әкесінің бейшараның не жазығы бар шал қортасынан қарақ сүмен түседі, тіл тартпай кетеді ғой бейшара. Ой, сүйген қызды итермелеп тұр ғой адам өлтіруге. Жоқ, сен бүкіл әннің бәрінен бір бәле тауып алдың ғой. Енді біраздан кейін біздің әндердің бәрінде тәртіп болмаған дейтін шығарсың. Ой, қайдағы тәртіп болған? Ой, тәртіп ол кезде о бастан болмаған ғой. Оны қайдан білдің? Тәртіпті мына қараш. Ана өлең қалай? Ой, ана баяғыда айтатын өлеңіміз бар еді ғой. Қайындай айта бер маған кез келгенін айтамын, кез келгенін мақтаймын мен оны. Терезеңнің жақтауына ойып жаздым атыңды. Махаббат қой, махаббат. Терезеге атымызды жазып, партаға жүректің суретін салып кетіп жатық қой. Әне, партадан не шаруаң бар? Үкіметтің заты емес пе? Партадан не шаруаң бар? Мынау, бұл деген ана бейшара қыздың әкесі бүкіл тиын тебен жинап, евроремонт жасайды. Сөйтсең сен келесінде терезенің жақтауына ойып тұрып, салтанат деп жазып қоясың. Бұның вандализм ғой барып тұрған. Ой, отеге қойшы онда осындайын десең. Бір есі тұрса ән қалмайды ма сонда? Біздің заманның қыздарының көңіліне келетін болды ғой. Сенің қыздары, қыз деген бар ғой өзі тұрақсыз болған ғой заманның қыздары. Тұрақсыз болған. Мына біздің заманның қыздары естімесін, естісе шашың жұлып қолыңа береді. Естімей қойыңдар сендер, Қайдағы тұрақсыз? Анадай өлең бар ғой. Кешікпей келем дебең, мен тұрмын елеңдеумен. Енді өмір бақи сол ғой отеке. Ол қыздар кешігеді, біз өмір бақи күтеміз. Олар түбінде бір келеді. Келмейді. Неге? Келмейді, сен Арман Қайратты тыңдасайшы. Ал. Сол жазда көрші ауылдың жігітіне мәңгілік айырбастап кетті сені. Бітті, тю-тю, кетіп қалды ол. Лапшан ілді, құлаққа бітті, кетті. Есі тұрса ән қалдырмайын дедің ғой сен өзенді. О кезде о заманның өлеңі ұятсыз өлең болған. Қой, ұятқа тиіспенді айналайын. Ол заманның әніндегі енді қойшы да тұтық, осыны қойшы. Жоқ, тыңдасай енді Арман. Ал тыңдайық. Жамылып, екеу ара бір шапанды, айқасып тар төсекте жатқан қандай, мойныңа ақ білегін асып тастап, тілдәмін бір-бірінен татқан қандай. Мұнау масқұран ғой енді. Бұның қажерінде не? Отеке сен деді. Мынау қазіргі заманның махаббаты. Мен сен сүйем, күйем. Тір жалаңа шешін тастап, әкесі шешесі бала жағасы немересімен көріп отыра береді. Біздің заманның махаббат сөйтіп ақындардың сөзінің астарында жатқан. Сен ақанның әнін айтып, ұятсыз өлеңдеп, мен одан сорақысын айтып берейін ба? Ол да біздің заманның, біздің ата-бабаларымыздың айтқаны. Одан да сорақысы бар ма? Омырауда он түймей қатар ағытам деп түймеңді діңкем қатарай. Ағыталмай түймеңді жатқанымда бірте білінбей таңдатарай. Ақау сарғыз піскен қарбызыңның қызылын маған жарғыз. Тоқта, болды. Балалар отыр ғой, өт емес пе балашаға? Енді өзі ғой, ойбай, біздің заманның ән, анау деп. Не? Сен біз екеуміз енді әр айтсақ бүлдіреміз Арман Қайрат. Сөйтеміз. Осы жерін тоқтайық, тоқтай қарайық. Дені дұрыс ән айтатын әншілерге берейікші кезек. Солар айтсын ондай болса. Ал жарайды, қой. Алтыңдай әншілер. Алдыға түс. Сен деп қайдағы?